Ikimizde asık var. Şimdi sende kanca asık var? 200. Bende 65. Burası da meni isteyiniz. Kan tarafa oynayımız. Kan bağırdı, kayıt oynuyoruz. Ağaydan sulap kaytayık. Ağır mısınlar var? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aklas, assalamu alaikum. Қалайсың? Al балалар, асықтармен не істейін деп жатсыңдар? Қандай ойын? Қанталапай ойыны ма? Қанталапай ойынын ойнаса ойнайық балалар. Сендерге ережесін мен түсіндірейін. Қанталапай ойыны кемінде 2 адам, 5 адам болу керек. Қанталапай ойында асықтар 21 болу керек. Тақсан болу керек. Қанталапайдың ішінде мынандай қызыл асық болса, осы хан асық деп аталады. Осы қазір сендерден мен дорбаға асықты жинап аламын. Шашқан кезде сендер қайтадан өздеріңе жинап аласыңдар. Сол мынау қызыл асық, мынау хан асық кімге түседі, сол бірінші ойынды бастайды. Одан кейін ең көп бастаған асықты, ең көп жинаған асықты сол бастайды. Сосын аз жинаған соңында қалады. Бәріміз сосын асықтарымызды тігеміз, мына қара жолаққа тігеміз. Сол жаңағы қызыл хан асығы бар бала бастайды. Кәне бәріміз дорбамызды салайық, дорбамызға. Мен дорбамды алайын қазір. Дорбам қаяқ кетті. Дорбам мынаудыр екен. Дорбаға салыңдар. Асықтарын салыңдар дорбаға. Дорбаға салыңдар. Дорбаға салыңдар. Сала қоя қылас. Сала қоя. Жаңағы қазір сендерге қайталап айтайын. Мынау хан асық деп аталады. Мынау қызыл асық, қызыл түске боялған асық хан асық деп аталады. Талапай, табылды ойын алағай. Жай. Балалар асықпаңдар, міне Әділ. Кәне, хан асық кімде балалар? Әділ кәне. Әділ бірінші бастайды. Сенде қанша асық бар? 4, сенде? 5 ма? Сенде? 6. Сенде ше 7 ма? Сенде 1. Асықтардың бәрін тікейік деңдер. Жай, асықпаңдар. Бүгінгі хан талапай ойынында жеңімпазы кім екен? Әділ ма? Әділге менің сыйлығым міне үлкен хан асығы міне. Құтты болсын Әділ ойының. Балалар, сендерге хан талапай ойын ұнады ма? Ұнаса, онда келесі жолы қазақтың бір ұлттық ойынын сендерге дайындап алып келейін. Ал жақсы балалар.